Температура 3-4 күн тұруы мүмкін. Сондықтан қатты өзіміз қобалжымай, өзімізді ұстаймыз. Сосын баланың температурасын өлшейсіз, жағдайына қарайсыз. Сосын бірінші біліңіз, балада ақ қызбама немесе қызғылт қызбама, яғни орысша айтқанда белая лихорадка және розовая лихорадка деп бөлінеді. Егер баланың температурасы бар, денесі ыстық, аяқ-қолы ыстық, беттері қызарып тұрса, бұл қызғылт лихорадка деп аталады. Ал егер температурасы бар, аяқ-қолы мұздай сұп-суық болатын болса, бұл ақ лихорадка. Екеуінде екі түрлі, яғни температура түсіріледі. Тағы айтып өтем, қызғылт лихорадка деген температурасы бар және денесі қызғылт ыстық болады, аяқ-қолы. Бұндай кезде есік терезені ашып, жеңіл киіндіріп, денесін оттирания жасаймыз 4-5 рет, я? Одан кейін парацетамол, ибупрофен дәрілер